Мен сонау бір шеткі ауылда анасымен жалғыз тұратын қыз едім. Жасым небәрі 17-де еді. Биыл оқуға түсе алмай анамның қасында қалдым. Bir күні анам, қызым, дүкенге барып, 2 нан мен 1 келі қант ала келші деп жұмсап жіберді. Мен келісе кеттім. Үстім жұпыны болса да, қағып шашымды жөндеп, айнаға бір қарадымда шығып кеттім. Барсам, дүкенде сонау бір баяғы Ерғали ағайдың ұлы Жандос тұр екен. Ол Жандос маған таныс еді. Баяғы мектеп кезінде талай рет артымнан жүгірген ол болатын. Оған мен мүлдем қарамай, сосын ол қалаға оқуға кетті. Кейіннен осы ауылға жаздық демалысқа келіп, дүкенге жұмысқа тұрған екен. Жарайды деп, 2 нанымды алып, қантыммен үйге қайттым. Ертесіне есіктің алдын сыпырып жүрсем, көршінің баласымен есіктің алдынан өтіп бара жатыр екен. Сәлем Жандос дедім. Ол қалайсың Ақерке деп маған ұзақ қарап тұрды. Өзінің сезімдерін білдірген кездері есіне түскен болар. Мен де қалайсың деп жөн сұрастым. Сонымен әңгімеміз өрбіп, кешкі кездесуді ұйымдастыра кеттік. Сыныптастармен кешкісін бір үйде жиналып, әмпе-жәмпе болып, дастархан басында отырғанда Жандос маған ұзақ тесіле қарады. Мен де ұялып, бетім қызарып отырмын. Сонда да түр бермеймін ғой. Қыз болғаннан кейін ұялғанымнан далаға шығып кеттім. Ол да артымнан шыға келді. Екеуміз үйге қайтатын болып шештік. Ол машинамен келген екен. Жарайды деп машинасына отырып, мені үйге алып баруына келісе кеттім. Мені кішкентайымнан анам қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген. Үнемі айтып отыратын: еркек атаулысына жолай берме, түнде мүлдем бірге қалма, түннің бір уағында көшеге шықпа деген сөздерді айтып өтетін. Сол сөздер құлағымнан кіріп, екінші құлағымнан шығып кетсе керек. Жандостың көлігіне отырып, бірге кеттім де қалдым. Ол ауылдың бір шетіне апарып, кішкене әңгімелесіп отыра тұрайықшы деп келісім алды. Жарайды деп ұялып отырған мен көне кеттім. Әңгіме барысында маған қарай жақындағанын сездім. Кейін анамның сөздері құлағыма сарт етіп түсіп, үйге қайтуды ұйғардым. Жандос, өтінемін, мені тезірек үйге алып баршы. Анам уайымдап, қорқып жатқан шығар дедім. Жандос, жарайды деп келісті. Үйге барсам, анам уайымдап отыр екен. Кейін Жандос деген кім ол? Неге сені айналшықтап жүр деп ашуланып, айтпағанда айтты. Сені әкең маған аманат етіп тастап кетті. Сол аманатқа қиянат жасамай, сені бағып-қағып оқуға түсіруім керек екенін білесің ғой. Сондықтан да етегіңді ешкімге аштырмай, адал етіп тұрмысқа шыққаныңды қалаймын деп дөп басып айтты. Мен ол сөзден кейін ұзақ ойландым да, Жандоспен ендігі әрі жолықпаймын деп шештім. Сонымен күндер өте берді. Bir күні анам дүкенге тағы жұмсады. Сол кезде тезірек барамын да қайтамын деп ойладым. Барсам, Жандос жоқ екен. Жарайды деп керек жарағымды алдым да сыртқа шығып қарасам, Жандос машинасымен күтіп тұр екен. Сонда машинаға отыршы, саған 1-2 сөзім бар деді де мені алып кетті. Сонымен не айтасың дедім. Ай далаға келіп тоқтадық. Сонда Жандос маған: мен саған үйленемін, саған деген ниетім шынайы, өтінемін, мендік болшы деп ұсыныс жасады. Мен оған анамның алдынан өтуін, сонымен қатар үйдегілерді бір-бірімен таныстыруын сұрадым. Ол әлі олар түсінбейді бізді. Қазірше бірге болсақ, кейін өздері түсініп, екеуміздің үйленуімізге қарсы болмайды деді. Мен кішкене ойландым да, оның айтқанына көндім. Сол кездегі көнгеніме,
сондай бір ыстық сезімнің құшағында болғаныма өкінемін. Себебі Жандос сол күйі жоқ болып кетті. Анам оны біліп, қатты ауырып қалды. Сол күйі төсек тартып, анам елдің бетіне қарай алмай өмірден озды. Солдағы өкінішім өртеніп, жаным шығардай болып жүрдім. Анашым қайтыс болғаннан кейін қалаға ағамның үйіне келіп оқуға түстім. Бір күні сабақтан қайтып бара жатсам, алдымнан таныс бір жігіттің бейнесі шықты. Аңғарып қарасам, сол баяғы Жандос. Қасында әйелі мен қызы бар екен. Жай ғана танымағандай өтіп кете бардым. Әйелі мен қызы болмағанда тура барып, шашын жұлып, бетін тырнап алушы едім. Жарайды деп көрмегендей өтіп кете бердім. Үйге барып, тағы да өксіктен жылап алдым. Ертесіне тағы сабаққа барсам, Жандос артымнан жүгіріп келді де кешірім сұрады. Мені шынайы жақсы көретінін, үйіндегілерге сол уақытта айта алмағанын айтты. Мен бірақ ешқандай сөзіне сенбедім де қайтып кеттім. Және артымнан қалмай жүгіріп жүрді. Мен, сен енді отбасылы еркексің, менің артымнан жүгірмеуіңді талап етемін дедім. Ол оған қарамастан мені шынайы жақсы көретінін, ешкімге айтпай мені әйелдікке алуын дөп басып айтты. Мен оған келісетіндей сол бір аңқау баяғы қыз емеспін. Кейіннен мен оған сол бір кектеніп қалған кездерімді есіме алып, кек алуды жөн көрдім. Жарайды деп келісім беріп, онымен кездесе бастадым. Бір күні әйелінің номерін телефоннан алып, екеуміздің бірге болған суреттерімізді әйеліне жібердім. Сондағы істеген қылығыма еш өкінбеймін. Себебі ол Жандос менің анамнан айырған сондай бір мақұлық сияқты көрінетін. Кейін әйелі екеуі ажырасып тынды. Ал мен болсам, Жандосты ұмытып, кейіннен жақсы бір жігітке тұрмысқа шықтым. Сол кездегі істегеніме өкінбеймін. Себебі өздеріңіз де біліп тұрсыздар. Құрметті көрермендер, ешкімнің басына бұндай сынақты бермесін. Себебі біреудің өмірі біреуге сынақ демекші. Өз қыздарыңызды, сіңілдеріңізді үнемі қорғап жүріңіздер. Ұяттан безген жігіттердің алдында жалғыз қалдырмаңыздар. Сондықтан да әрқашан абыройлы болайық. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріңіздер.